Блокпост микротиктің бизнеске арналған Wi-Fi шешімдері. Бизнес үшін микротик неге дұрыс таңдау деген сұрақ туындаса, бұл жерде баға мен мүмкіндік, яғни мүмкіндік возможності, жаңағы фичалары беретін мүмкіндігі, екеуінің арасындағы баланс керемет. Бұл жерде қосымша лицензиясыз enterprise функциялары мен икемді сымсыз желі опциялары дейді. Икемді дегені енді басқарылатын Wi-Fi мүмкіндіктері. Баға мен өнімділікті салыстыратын болсақ, микротик құрылғылары Cisco, Fortinet немесе Aruba сияқты қымбат брендерге қарағанда әлде қайда арзан, бірақ ұқсас firewall және маршрутизация өнімділігін ұсынады дейді. Демек, бұл жерде не айтып отыр? Мысалы, біз мынандай Cisco-ның жаңағы микротиктің бір құрылғысын алатын болсақ, бұл осы желі саласындағы көшбасшы бренд дерге қарағанда арзан болады бірнеше есе, бірақ ұқсас firewall дейді. Firewall деп отырғаны, демек сіздің желіңіз, офисіңіз, бизнесіңіз өте қауіпсіз болады. Желілік интернеттен жаңағы жасалынатын кез келген қосылымдар, шабуылдар, оның барлығы тосқауыл болады. Firewall керемет жұмыс жасайды. Сонымен қатар маршрутизация дегені сіздің желіңізде мысалы 100 мың қанша қолданушы, қанша құрылғы болса да, оның барлығын интернетке шығару немесе желі арасындағы пакеттерді алмастыру, яғни маршрутизация жұмысы өте керемет жұмыс жасайды. Бұл құрылғылар соған арналған. Бұл шағын және орта компаниялар үшін әсіресе бюджеті шектеулі болған жағдайда өте қолайлы. Демек, сіз қымбат құрылғыларды сатып алмай-ақ, соған ұқсас, солардың деңгейінде, яғни шамалас жұмыс жасайтын арзан нұсқасын сатып аламыз. Мысалы, мына жерде HX немесе HUP маршрутизаторлы $100 бастап төмен болады дейді. Оларда firewall бар, VPN бар, роутинг, барлық функцияларды атқара алады дейді. Бұл жерде барлығы бір құрылғы дейді. Мысалы, мынандай бір құрылғыны бір қораптың ішінде сіз бірнеше функцияны аласыз. Мынандай құрылғы сатып алатын болсаңыз, микротиктің мысалы, бұл жерде мына құрылғы 20-30-50 жаңағы қызметкері бар офистарға маршрутизатор рөлін атқара алады, firewall ретінде рөл атқара алады, VPN ұзақтан қосылатын қызметкерлер болса, немесе жаңағыдай сайт аралығындық VPN жасайтын болсаңыз, екі офисті бір-бірімен байланыстырғыңыз келсе, телефон қосқыңыз келсе, VoIP жасағыңыз келсе, осының барлығы, бұның функциялары өте керемет, соның барлығын атқара алады. Сонымен қатар Hotspot, Captive Portal деген екен, бұл Wi-Fi жаңағы қосымша осындай фичаларды береді. Сонымен қатар Bandwidth Management, яғни бұл жерде интернетті мысалы тосқауылдау, ол жерде кейбір сайттарды жауып тастау, мысалы Facebook, Instagram, YouTube, TikTok деген сияқтарды сайттарды бұғаттап тастауға болады, немесе оларға жылдамдықты мүлдем төмендетіп тастауға болады. Кейбір қолданушыларға жаңағы MAC адрес IP бойынша жылдамдықты төмендету, басқару, жаңағы бүкіл желідегі толықтай басқару болады. Кім қайда кіріп жатыр, не көріп жатыр, қандай сайтқа кетіп жатыр, оларды мүлдем бұғаттап тастау, кейбір сайттарды жабу. Guest мысалы қонақ желісін жасау, және оларды тек интернетке доступ беріп, ішкі желіден жауып тастау. Сонымен қатар Wi-Fi access поинттары, мысалы мына жерге қосымша сыртқы бөлек access поинттарды қосып, осы құрылғының көмегімен Capsman функциясын қосып, мысалы Controlled Access Point, сол құрылғыларды осы бір құрылғымен басқарсақ болады. Яғни бұның, мына жерде жазғандай, бұл бірнеше жеке құрылғыны сатып алудан кететін шығынды үнемдейді. Мысалы Router, Firewall, Access Point контроллерін бөлек сатып алудың қажеті жоқ. Мынау Wi-Fi контроллер ретінде де жұмыс жасады. Микротиктің кез келген роутері, кез келген құрылғысы, енді қуаты жаңағыдай жақсы, процессоры мықты, жады жақсы құрылғылар әсіресе, соларды Wi-Fi контроллер ретінде, Access Point контроллер ретінде қолдансақ та болады. Икемді сымсыз шешімдер деген екен, микротик сымсыз құрылғылары бірнеше режимде жұмыс істеледі. Соның ішінде мысалы қарапайым access point ретінде жұмыс жасау мүмкін, немесе point-to-point баланс дегені, мысалы микротиктің кейбір құрылғылары үлкен ара қашықтықта екі офисті бір-бірімен антенна арқылы байланыстыруға да мүмкіндік береді. Capsman арқылы бірнеше access point-ты орталықтандырған басқару деген екен. Мысалы, мына жерде микротиктің бір роутер борды тұр, және офиста бізде мысалы бірінші қабатта 6, екінші қабатта 6, мысалы 12, 18 осы точка доступа тұр дейік. Мысалы кіру нүктесі, Wi-Fi роутерлер, access point-тар, олардың барлығын осы бір құрылғының көмегімен басқаруға болады. Яғни ол жерде парольдерді, Wi-Fi-дің атын, сонымен қатар кіретін қолданушыларды, guest порталды, VLAN, осындай настройканың бәрін бір құрылғының көмегімен Capsman арқылы жүзеге асыруға болады.
лицензиясыз enterprise мүмкіндіктер деген екен. Бұл жерде роутер OS операциялық жүйесі бірден қолжетімді функциялардың барлығын бірге өзінде ұстап келеді. Яғни оған қосымша сіз лицензия төлемейсіз, сатып алмайсыз, ешқандай артық шығын болмайды. Егер сіз жоғары деңгейдегі құрылғы сатып алсаңыз, мына функциялардың барлығы ішінде бірге кіреді. Мысалы VPN, сонымен қатар VLAN, маршрутизацияның жаңағы OSPF, BGP деген протоколдары. Сонымен қатар бұл hotspot ретінде жұмыс жасай алады. Қонақтарға арналған каптив портал жасауға болады. Трафикті басқару, пайдаланушыларды аутентификациялау деген екен. Яғни трафикті толықтай көре аласыз. Басқа вендорларда, мысалы Cisco, Fortinet, Aruba осындай мүмкіндіктер үшін қосымша лицензия сатып алу қажет. Енді жоғары деңгейдегі мына enterprise, осы шетелдік жоғары брендтер әрине жоғары деңгейде жұмыс жасайды, жақсы жұмыс жасайды, алайда оның бағасы лицензиясымен қосып өте қымбаттап кетеді. Енді бұны сатып алу барысында оны арнайы менеджермен біраз жоспарлау жасалынады. Енді үлкен корпоративтік желілер алып жатады. Енді Қазақстан Республикасының көлемінде мысалы шағын орта бизнеске осы микротик мысалы тамаша шешім, альтернатива болуы мүмкін. Масштабталатын шешім деп айтыпты. Мысалы сіз немесе бірнеше access point-тен бастап болашақта тағы да қосымша микротиктің бірден сайтын ашасайық осы жерде. Қазір микротиктің access point-тарын мысалы қосымша қоса берсеңіз болады. Мысалы сіз бірінші қабатта 3 access point-тан бастайсыз, одан кейін басқа екінші қабат немесе қосымша тағы бөлмелерге точка доступ қойғыңыз келсе, онда қоясыз және капсман көмегімен олардың барлығын бір деңгейде басқарып, ары қарай жалғастыра беруге болады. Енді мына жерде мен микротиктің хардвер аппараттық жабдықтарын ашпайын, сол жерде құрылғыларын қазір қарастырайық. Қауымдастық және құжаттама деген екен. Микротиктің құжаттамасы жақсы, оны тағы да көруге болады. Мына жерде мысалы саппорт, одан кейін осы жерде документация. Енді ағылшын тілінде, бірақ қазіргі таңда оңай интернеттің көмегімен қазақ тіліне аударуға болады. Және оны біз аудардық та жаттық. Оны қазір мен көрсетемін сіздерге. Техникалық құжаттама, микротик, Wi-Fi мысалы. Қай кезде микротик таңдамауымыз керек? Енді бұл жерде мысалы микротик жаңағы Aruba, Fortinetтермен салыстырған жағдайды қарастырған. Бұл жерде enterprise Wi-Fi талаптары, егер үлкен жоғары деңгейдегі жаңағыдай, ол жерде Wi-Fi 6 толық роуминг, дауысқа арналған seamless roaming, zero downtime, апдейт қажет болса және жоғары деңгейдегі жалпы шешім қажет болатын болса, қауіпсіз, онда Cisco, Aruba, Ruckus шешімдері жеткілікті болуы мүмкін. Қолдау қызметі микротикта кейбір кезде енді мына Cisco мен Fortinetке қарағанда арнайы қолдау жоқ дейді. Сонымен қатар микротиктің роутер OS операциялық жүйесі қуатты, бірақ оны алғашында үйрену күрделі болуы мүмкін. Сәйкестік compliance деген екен. Мысалы мемлекеттік органдар немесе қаржы медицина саласындағы кейбір индустрия талаптары осы басқа вендорларды талап етуі мүмкін депті. Шағын және орта бизнес үшін қолданылатын сценарийлер бұл жерде. Енді микротиктің шешімдері жалпы барлық жағдайды қарастырған. Мысалы бұл жерде қараңыздар, мына жерде көрсетіліп тұрғандай, үйге және офиске арналған Wi-Fi шешімдер, жалпы Wi-Fi шешімдері, мына жерде мені көрдіңіздер. Үлкен ара қашықтықтарды байланыстыруға арналған арнайы антенналарын көреміз, немесе сыртта қоюға арналған құрылғыларын көреміз. Сонымен қатар үйде және офиста қолдануға арналған құрылғыларын көреміз. Міне мынау кіші жаңағыдай шағын және үйге арналған құрылғылар. Одан кейін төмен қарай түсетін болсақ, жоғары деңгейдегі мысалы мынау AC моделіндегі Wi-Fi точка доступтары, жоғары потолокқа ілінетін, сол сияқты басқа да үстел үстіне қоятын нұсқаларын көреміз. Төмен жағында міне AX модельдері, жоғары деңгейдегі соңғы буыны. Бұл міне Generation 6 AX wireless протоколдарын қолдайды. Сонымен қатар Wi-Fi роутерлерін көреміз. Міне барлық әртүрлі деңгейдегі құрылғылар бар. Мына жерде міне өздеріңіз келіп қарап тұрсаңыздар болады. Енді шағын орта бизнес үшін қолданылатын жағдайлар, мысалы мына жерде жазып кеткен екен, әрқайсының өзінің моделі және қайсысын таңдаған дұрыс дейді. Мысалы 50 қызметкері бар кеңсе үшін RB5009 қуатты роутерін алсаңыз болады. Ол барлық маршрутизация, firewall қызметін атқарады. Ал кіру нүктесі точка доступ ретінде Wi-Fi C access point-тарын таңдаймыз, яғни Ceiling access point AX модельдері жаңа көрсеткен. Мына жақта төмен жағында көрген AX модельдері соңғы нұсқалары болып саналады. Одан кейін бұл жерде VPN жасасақ болады, VLAN жасасақ болады. Мұндай шешім Cisco Aruba бағдарлама, яғни баламасына қарағанда шамамен 10-15 есе арзан болады. Шынымен бірнеше есе арзан болады, себебі мына құрылғылар
олар енді американдық үлкен бренд болып саналады, сондықтан бірнеше есе қымбат болып жүреді. Қысқаша қорытынды айтатын болсақ, егер шектеулі бюджет болса, enterprise деңгейіндегі мүмкіндіктер қажет болса, микротик ең дұрыс таңдау болуы мүмкін. Егер клиентіңізге енді enterprise деңгейдегі Wi-Fi немесе шешім қажет болатын болса, ең жоғары деңгей жаңа мемлекеттік немесе үлкен корпорация болатын болса, әрине Cisco, Aruba'ны таңдаған дұрыс болып жатады. Енді кішкене төмен қарай түсейін. Мына жерде шағын және орта бизнес үшін, үйдегі шешімдер үшін микротик, TP-Link, Omada және Unify, Ubiquiti Unify үшеуін салыстырған екен. Бұл жерде олардың функциялары, Wi-Fi технологиясы және қайсысы кереметірек деген салыстырулар жүргізген, және оның бағасы салыстыру келген. Енді мына жерге терең үңіліп қарасақ болады. Шын айтқанда былай қарапайым тілмен айтсақ болады. Микротикті таңдау барысы енді шын айтқанда көп жағдайда бұл жерде кім қайсымен жұмыс жасады, тәжірибесі бар, және жалпы не қалайды соған өте байланысты болады. Мысалы, микротиктің өзінің бір артықшылық жерлері бар. Ал TP-Link, Omaданың да өзінің бір артықшылығы бар. Мысалы, Unify'дың да өзінің артықшылығы болуы мүмкін. Мысалы, қараңыз, мына жерде кеңсе үшін қайсы қайда сай дейді. Мысалы, сіздің офисіңізде жаңағы шеткі құрылғы интернетке қосылатын роутинг, маршрутизация қажет болса, сонымен қатар сіздің офисіңізде ұзақтан кіретін қолданушылар болса, VPN қажет болса, сонымен қатар жоғары деңгейдегі firewall қажет болатын болса, себебі сізде 50 қызметкер болып, олар интернетке шығып, әр нәрсе жүктейтін болса, және оларды қадағалағыңыз келсе, онда firewall қажет болса, және сізде филиалдық кеңселер болса, сіз екі кеңсені бір-бірімен жаңағы сайт-to-сайт VPN жасағыңыз келсе, онда микротик таңдайсыз. Сіздерде мысалы VLAN болса, сонымен қатар қонақ Wi-Fi болса, point-to-point шешімдері қажет болса сізге Wi-Fi-дың мысалы, немесе point-to-point VPN қажет болса, онда микротик қажет. Ал енді техникалық білімі аз шағын және орта бизнес админдері үшін бұл жерде Omada оңай шешім болуы мүмкін. Оның жаңағы кіру нүктелері, свитчтері, роутерлері бәрі бір контроллер арқылы, Zero Touch арқылы байланысады, яғни бәрін бір-біріне қоса саласыз. Сізде коммутация автоматты жүрде жүреді, одан кейін маршрутизацияны кішкене настройка жасайсыз, маршрутизация жасалынады, одан кейін точка нүктелері жаңағы интернетті барлығына таратады. Unify бұл енді оның роумингі мықты, қонақ порталы жақсы, қосымша эко жүйесі бар. Мысалы, Unify'дың камера, телефония, сонымен қатар access control, свитчтері де бар. Unify жалпы бұл Wi-Fi саласында жаңағыдай, мысалы, ол жерде сізде бизнес емес, енді мысалы қонақ үй дейік, немесе coworking орталығы дейік. Осындай жағдайларда, мысалы, немесе ашық кітапхана дейік. Ол жерде қызметкерлерді былайша айтқанда, ол жерде маңызды интернет, яғни осы жерде Wi-Fi точканы жасау маңызды болатын болса, онда Unify жақсы шешім болуы мүмкін. Міне, мына жерде жазылып кеткенде, мысалы, микротик шағын бизнесте 30 қызметкері бар, заң фирмасы деп айтайық. Оларға мысалы мынандай бір роутерді сатып аламыз микротиктің, сонымен қатар Ceiling access point-тарын аламыз, немесе AX access point-тарын аламыз, және ол жерге VLAN-дар жасаймыз. Мысалы, қызметкерлер мен қонақтарды бөлеміз, және VPN қашықтықтардан жұмысшылар кіретін болады. Міне осы бұл жерде микротикті алған пайдалы. Ал енді кішігірім кафе болса, мысалы, оған Omaданың EAP access point-тарын және бір контроллерін сатып аламыз. Қарапайым каптив портал жасалынады ол жерде, және орталықтан басқару оңай, төмен шығын бізде интернет болады, кішігірім кафе болса. Ал енді 3 қабатты coworking болса, немесе кітапхана, үлкен жаңағыдай ашық алаңдар болса, қонақ үй болса, ол жерде Wi-Fi-ды оңай ұйымдастыра салғыңыз келсе, онда осы Unify-ды таңдауға болады. Ол жерде бірнеше access point аламыз, одан кейін UDM Pro деп аталынатын басқару жүйесі. Бұл жерде күшті роуминг, яғни барлығы роуминг керемет жұмыс жасайды, VoIP үшін, видео байланыс үшін, сонымен қатар жоғары деңгейдегі каптив портал деген екен, камера интеграциясы. Жалпы Wi-Fi мен осы Unify-дың Ubiquiti мен Wi-Fi-ды жасай салу өте оңай. Енді қараңыз, мына жерде қысқа жауап жазып кеткен екен. Ең оңай, ең арзан Wi-Fi қажет болса, онда Omada дейді. Ал енді роутинг, firewall, VPN қажет болса, микротик дейді. Жақсы Wi-Fi тәжірибесімен, яғни Wi-Fi-ды басқару, оны қолдану өте жоғары деңгейде жүрсе, және оны қосымша сізге эко жүйелер қажет болатын болса, яғни мынандай камера, интеграция, басқа нәрсе қажет болса, онда Unify-ды қарастырсаңыз болады дейді. Бірақ енді Wi-Fi-ды ғана тек қана салыстыратын болсақ, бұл жерде қараңыздар, мысалы жерде TP-Link, Omada, сонымен қатар Unify-дың кішкене артықшылығы бар сияқты көрінеді. Мысалы қараңыздар, оның барлығы жасыл, яғни оны мысалы
қонақ Wi-Fi-ны ұйымдастыру оңай, қарапайым, жерде жақсы, міне орнату жеңілдігі өте оңай. Ал енді микротик бұл жерде бәріне ұтылып жатқан сияқты болып көрінеді. Бірақтан қараңыздар, мысалы мына жерде микротикті және настройка жасау шынымен техникалық админге қолайлы. Бұл жерде администратор мықты болу керек, яғни желіні жақсы білетін маман болу керек, ал мына екеуін орнату кішкене жеңілдеу. Енді мына жерде тағы да давайте қорытындысын оқи салайық. Ең үздік роуминг пен UX деген екен. Бұл жерде user interface, Unify оңай. Бұны кішкене оңай орнатасыз, роуминг керемет жұмыс жасайды, Wi-Fi жақсы Unify-мен жұмыс жасайды. Ал енді бағасы арзан, қарапайым болатыны бұл жерде Omada. Сонымен қатар Unify жоғары деңгейде, яғни бұл Wi-Fi саласындағы көшбасшылардың бірі. Ал енді техникалық басқару жағынан көп сізге жаңағыдай мүмкіндік беретін, ішін шұқылап жаңағыдай бір нәрселерді шектеу, міне мұны төмен жағынан көреміз. Сол жағдайда микротик мықты болады. Қараңыздар, микротик бұл техникалық икемділік пе, яғни оның функциясы қиындау болып көрінеді. Қазір біз оған қосылып келесі сабақтарда көреміз. Әлде бұл артық күрделілік бере ме? Unify және Omada жеңілдетілген Wi-Fi шешімдер болып саналады, ал микротик кейде тым техникалық деп айтылады, бірақ бұл шын мәнінде пайдалы. Кеңсе enterprise мүмкіндіктеріне жол ашама, төменде талдайық дейді. Мысалы қараңыздар, енді мына жерге келген кезде, мысалы қараңыздар, микротик бізде ұтады енді. Ал мына екеуі кішкене ұтылған сияқты болады. Мына жерде қараңыздар, бұл техникалық терминдер, мысалы VLAN P SSID дейді. Әр Wi-Fi атына байланысты VLAN жасау керек болатын болса, онда микротикте толық қолдайды. Ол жерде өте кішігірім деңгейге дейін қадағалауға болады. Сонымен қатар VLAN tagging деген технология бар. Енді көрдіңіздер ме, осындай қосымша техникалық бір функциялар қажет болғанда микротик ұта бастайды. Ал бұл жерде Unify мен Omada бұл қарапайым, оңай, жаңағы былайша айтқанда кафе, коворкинг, кітапхана, сондай бір ашық алаңдарға арналған, оңай қолдануға арналған нұсқалар, мысалы қонақ үйге. Ал микротик мысалы кеңсе бизнеске көбірек арналған деп ойлаймын. Енді мысалы әрбір қолданушының quality of service, мысалы ол жердегі жылдамдықты шектеу, мысалы кеңейтілген дейді. Микротикте ол жерде әр қолданушыны, әр Wi-Fi атын, сонымен қатар ол жерде қолданылатын кіретін сайтқа байланысты немесе басқа quality of service, яғни осындай шектеулерді қою барлығы микротикте өте керемет детальды түрде жасай аламыз. Ал енді Unify мен Omada оны жасау кішкене қиындау болады, себебі олар оған қарастырылмаған. Ал әр Wi-Fi-да мына жерде мысалы қараңыздар, клиентке firewall жасау, мысалы әр клиентті жеке-жеке MAC адресі бойынша, IP адресі бойынша шектеу, немесе оған firewall жасау, кім қайда кіре алады, кім қайда шыға алады, соны қарастыру мысалы микротикте тағы да мүмкін. Мысалы layer 3, layer 4 firewall дейді. Бұл жерде IP адрес бойынша, сонымен қатар MAC адрес бойынша, бұны клиенттердің әрқайсысын жеке-жеке VLAN бойынша, оның қосылған Wi-Fi аты бойынша firewall ережелерін жазуға болады. Ал Unify мен Omada да ондай нәрсе жоқ. Енді көріп отқандарыңыздай, микротик кішкене былай көбірек басқару, көбірек желіні толықтай басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мысалы радиус сервермен интеграция жасауы. Бұл жерде 802.1x деп аталынатын протоколды қолдану микротикте толықтай іске асырылады. Бұл жағдайда әрбір қолданушыны жеке сертификатпен немесе әр қолданушыны жеке-жеке кілт сөзбен кіргізуге болады. Ал енді Unify мен Omada көп жағдайда бір ғана Wi-Fi пароль болады, мысалы барлық қолданушылар бірдей қолданады. Мынандай радиуспен икемдестіру, интеграция жасау мүмкін, бірақ та ол шектеулі екеуінде. Ал енді Captive портал, мысалы hotspot деген, бұл жерде қосымша функциялар қараңыздар, бұндай микротикте тағы да қарастырылған. Бірақ оны настройка жасау оңай емес, шын айтқанда, бірақ бұл бар функциялар. Ал енді Omada мен жаңағы біздің Unify оған қарастырылмаған. Мысалы traffic shaping дейді. Бұл жерде layer жеті firewall деп отырғаны, мысалы енді шын айту керек, бұны бар, бірақ бұны жасау шын айтқанда өте қиын. Мына жерде жазылғанда, бірақ CPU жүктемесі көп жағдайда layer жеті traffic shaping шын айтқанда бұл микротиктің өзінде де жасамайды. Ол Aruba, Cisco'ларға кетіп қалады бір жағынан. Мына құрылғыларда мүлдем жоқ. Енді қосымша мысалы микротиктің snooper, sniffer, torch, frequency uses мынандай функциялар бар. Олар жаңағы Wi-Fi сол жерде сигналдарды, пакеттерді ұстап алады, оларды дебагинг жасай алады, оларды сигналдың қанша күшті екені, жалпы жан-жағымыздағы шудың қандай екені, соны да қарауға мүмкіндік береді, бірақ ол шын айтқанда оны түсіне салу оңай емес.
бірақ осындай функциялар бар, оны біз келесі сабақтарда көруге тырысамыз. Ал енді мынау Omada мен Unify әрине оны түсінікті, ондай функциялар кішкене шектеулі. Сонымен қатар бұл жерде әр SSID-ге арналған VLAN, Radius, VPA деген технологиялар бар дейді, және олар Unify мен Omada'да бар екен. Бұл жерде multi SSI және security профайлдары. Енді wireless braiding, сонымен қатар WISP деген екен. Бұл жерде wireless internet service provider, әрине түсінікті, микротик тағы да кішкене жоғары деңгейге кетеді. Енді микротик қай кезде жақсырақ деген сұрақ туындайтын болса, бұл жерде сізге қатаң желі қолданысының саясаты қажет болса, яғни әр қолданушына әр Wi-Fi аты үшін бөлек лимиттер жазғыңыз келсе, мысалы Wi-Fi шектеп қою, біреу үшін үлкен қылу, сонымен қатар firewall ережелерін әр access point-та қолдану керек болса, мысалда қонақтарды серверлерден оқшаулау, кеңейтілген радиус интеграциясы дейді, бұл жерде динамикалық VLAN, сертификат пен аутентификация, сонымен қатар custom captive портал, ваучер, SAP API қажет болса, сол кезде сізге бұл жақсырақ дейді микротик. Қысқа жауап, микротик бұл network engineer деңгейіндегі толық басқару мүмкіндігі, яғни бұның қалай енді былай аналогия жасасақ болады екен, жарайды, оны кішкене ойланып сұрастырып көреміз. Мысалы IT менеджер деңгейі қарапайым, бірақ сенімді Wi-Fi дейді. Мынау шынымен қараңыздар, бұл жерде шынымен егер сізге қарапайым Wi-Fi керек болып, ол жерде ешқандай қауіпсіздік, VLAN, одан кейін жаңағы радиус серверлері, бірнеше Wi-Fi атауы, кішкене Wi-Fi жаңағы кім кіре алады, кім кіре алмайтын шектеу, сонымен қатар жылдамдықты шектеу, басыңызды қатырғыңыз келмесе, ешқандай сізге ең бастысы Wi-Fi интернетке кіру, ресурстарды барлығы тамаша қолданғыңыз келсе, онда осы Unify Omada'ны қолдансақ болады. Міне мына жерде сұрақ, одан кейін сізге мына жерде жазып кеткен еді, сізге жай ғана Wi-Fi керек пе, жақсы, олай болса мынаны таңдайсаңыз дейді. Ал егер сізге IT техникалық мынандай функциялар қажет болса, онда әрине микротикті таңдаңыз дейді. Енді мына жерде мысалы баға салыстырулары келтірілген екен. Шағын орта бизнес, бұл жерде Wi-Fi шешімдерінің бағасын салыстыру, мысалы 50-60 қолданушысы бар бизнес орталығы. Бұл жерде жабдықтардың аттарын жазған екен, және де мысалы ол жерде бірінші әрине түсінікті, бізге роутер немесе security gateway керек, одан кейін коммутатор switch керек, және бізге access poinттар керек, 6 данадан есептепті, контроллер керек мына жерде, одан кейін лицензиялары, міне барлығының бағасы жазылған екен. Қараңыздар, микротиктің мысалы модельдері жазып келгенде 842 мың теңге көлемінде шығыпты. Мынау жерде мысалы контроллер қажет емес, себебі контроллер әрбір роутердің өзінде болады ішінде. Сол сияқты TP-Link Omada'ның бағасы 783 мың теңге болыпты, Unify енді 1 миллионнан асып кетті. Ubiquiti Unify негізі бұның құрылғылары кішкене қымбат келеді. Алдын ала жаңа сатып алатын құрылғыларымыз қымбат келеді, бірақ лицензиясы ешқандай қосымша бағалары жоқ ары қарай. Және жоғары деңгейдегі Wi-Fi береді бізге. Енді нәтиже не береді? Жаңа қарастырғанның барлығын қайта қайталайды, бірақ ақшасы жағынан салыстырғанда шын айтқанда ешқандай енді қатты былай разница, шын айтқанда аса былай айырмашылықты көрмейміз, себебі бұл үш мысалы бренд бір-бірімен бәсекелес, және олар өздерінің нарықтағы бағасын қадағалап, солармен сәйкестендіретіні түсінікті. Енді бұл жерде шын айтқанда баға қатты рөл ойнамайды, не шын айту керек. Бұл жерге сізге не қажет, сол шын айтқанда көбірек рөл ойнайды. Мысалы сіздің IT инженеріңіз микротикті жақсы білсе, осы микротикті орнатып, микротикпен жасап беріп кетуі мүмкін. Жасап қояды бір рет, ол сізге тұрақты өте керемет жұмыс жасайды. Сол сияқты ол да TP-Linkпен жақсы таныс болса, TP-Linkтің Omada'сын орнату өте оңай, соны орнатып, мысалы қойып беретін болса, онда бұл да сізге жаңағы өзінің жұмысын жақсылап жасайды. Бұл да осы қытайлық бренд бүгінгі таңда қарқындап дамып келе жатыр. Шын айтқанда әлі жаңағыдай технологиялар ең жоғары деңгейде, соңғы протоколдарды, соңғы технологияларды қолдайды. Сол сияқты Ubiquiti Unify бұл Wi-Fi саласындағы көшбасшылардың бірі екені белгілі. Оның да технологияларын қояды, ол да жақсы жұмыс жасайды. Мына жерде қысқа қорытынды жасап кеткен екен. Егер сізге баға бірінші орында болса, онда баға және қарапайымдылық бірінші орында болса, онда Omada'ны таңдаңыз. Егер сізге кеңейтілген терең бақылау, қауіпсіздік бірінші орында болса, микротик таңдаңыз. Егер пайдаланушы Wi-Fi тәжірибесі, яғни ол жерде жаңағы қолданушылардың да, администраторыңыздың да барлығы бірінші жаңағыдай қолдану өте оңай болғысы келсеңіз, сонда Unify таңдаңыз депті. Енді мына жерде тағы да бір қосымша
блокпост сияқты болады, мынау біріншісі болатын. Негізі бұл кішкене өзіме ұнамай қалды, сондықтан бұны алып тастадым, сонымен мынаны жаздым. Енді бірақ бұл жерде де бір қызықты ақпараттар бар, сізге қажет болса келіп танысып көрсеңіздер болады. Мына жерде мысалы Redditте, сонымен қатар Хабрда, жаңағы форумдық сайттарда осы микротик туралы екі түрлі пікірлер өте көп. Біреулер осы микротикті өте мақтап жатады, ал біреулер микротик өте күрделі, оны қолданбаңыз, басыңызды ауыртпаңыз, одан да Unify мен жаңағы омада да кете салыңыз деген сияқты мына жерде міне артықшылықтар мен кемшіліктерін барлығын жазған. Сонымен қатар ол жерге сілтемелер тастады, егер қызық болса барып көріңіздер. Так, мына жерде тағы да салыстырулар, кейбір жерлерінде суреті жоқ, жарайды. Артықшылықтар мен кемшіліктерін кішкене шынымен қарастырып кетейік. Мысалы қараңыздар, бағаға шаққанда мүмкіндіктер өте көп. Мысалы арзан бағаға сіз технологияны сатып аласыз, ол жердегі функциялар өте көп, оны шұқылап сіз бітіре алмайсыз даже. Шын айтқанда ол жерде жүздеген мыңдаған функциялар бар, жүздеген мыңдаған галочка қоятын жерлер бар, оның барлығын зерттеп білу мүмкін емес. Шын айтқанда өте көп. Бұл бір жағынан артықшылығы, екінші жағынан кемшілігі. RouterOS бұл барлық модельдерде бірдей функциялар, яғни қараңыз, RouterOS операциялық жүйесі бұл микротиктің негізгі құралы. Яғни ол роутерлерде, свитчтерде, сонымен қатар access point-тары барлық құрылғыларында да өңіруге болады, осы операциялық жүйе болады. Және сіз оның интерфейсімен таныс болғаннан кейін, жарайды, мына жерде бірден қазір қосылайық, енді кішкене практика жағына қарай кетейік. Міне мен қазір микротиктің бір құрылғысына қосылдым. Бұл жерде қазір мен былай жасаймын, system, осы жерде роутер бортқа келем. Міне мынау мысалы Wi-Fi роутер ретінде, контроллер ретінде жұмыс жасап тұрған 2011 UIAS деп аталынатын микротиктің моделі. Және бір нәрсе айта кететін, микротиктің құрылғыларының аттары өте қиын. Ол жерде мынандай технологиялар, шынымен айтқанда, осы IT желі саласындағы барлық технологияларды, барлық протоколдарды терең деңгейде қарастыруға кейбір жағдайда тура келеді. Және оның модельдерінің атының өзі жаңағыдай шифрланған десек болады. Бұның әр әріпінің өзінің аты бар, оның білдіретін мағынасы бар. Оның бәрін терең біліп үйренсеңіз, мына жерде мысалы интерфейске келетімізді қараңыздар. Мына жерде мысалы интерфейстер тұр, ол жерде қандай бридж тұр, мысалы мынау CAP деп тұрғаны Controlled Access Point 1, 2, 3, мысалы Ethernet порттар тұр, мынау SFP порты тұр мысалы. Міне әрқайсының ішіне басатын болсақ, оның өзінің ішінде тағы да міне қараңыздар, жүздеген мыңдаған функцияларды көреміз. Бұл өте терең. Яғни қараңыздар, оның ішіне басып кетсеңіз, ары қарай кете бересіз. Сол сияқты бұны енді интерфейсін келесі сабақтарда көреміз, яғни күрделі сияқты болып көрінеді. Бірақ ол барлық модельдерде осы бір ғана RouterOS операциялық жүйесі, және оны үйреніп алсаңыз, свитчтер, коммутатор, access point барлығын бірдей үйренесіз. Енді шын айту керек, мына жерде қараңыз, 15 жылда бір рет ғана бір құрылғысы бұзылған дейді. Яғни микротиктің құрылғылары шынымен көп жағдайда интернетте кездесетін, бұлар бұзылуы өте қиын. Яғни бұны кез келген бизнеске әкеп жақсылап қойдыңыз, орнаттыңыз, кабельдердің барлығын жалғадыңыз, настройка жасадыңыз. Одан кейін ол сол өзгеріс болмайтын болса жұмыс істеп тұра береді. Өте тұрақты жұмыс жасайды. Бір жағынан шынымен мысалы бизнеске орнаттыңыз, ол жерде VPN болсын, басқа жаңағыдай интернет болсын, өшпейді, құрылғының өзі де өшпейді, перезагрузкада көп жасамайсыз. Жұмыс жасап тұра береді, өте тұрақты, өте сенімді бір жағынан. Бұл интернет сервис провайдерлер, шағын бизнес, Home Lab үшін өте ыңғайлы. Бұл RouterOS-ның функциялары өте керемет, жаңағыдай IT саласында не жасағыңыз келеді, қандай не жасап не көргіңіз келеді, соның бәрін үйренуге мүмкіндік береді. Швейцариялық армиялық пышақ секілді кез келген жағдайда көмектесе алады. Яғни микротиктің құрылғысын алып, желі саласында көптеген шешімдерді жасауға болады. Қараңыздар, мына жерде жасағандай mesh дейді, MPLS-ті жасап енгізуге болады екен. Шынымен айтқанда MPLS-ті бұл өте жоғары деңгейдегі технология екені түсінікті. Сол сияқты жүйеде қараңыздар, мысалы роутингте мысалы OSPF жасауға болады, BGP жасауға болады, RIP протоколы, MMA дейді, prefix list. Яғни қараңыздар, IT саласында барлық технологияны өзінің бойына жинап алған. Мынау жүйенің мысалы сертификаттары, консолі, оның историясы, LED дейді, лицензиясы барлығын көруге болады. Яғни IT саласына қызығып, желі саласын терең білгіңіз келсе, осы микротикті алып үйренсеңіз болады. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, ірі дата центрлерге, дата орталықтарына арналған high-end деңгейіндегі Cisco, Juniper, Arista, олармен салыстыруға келмейді әрине. Үйрену бастапқыда қиын, интерфейсі күрделі болып көрінеді, жаңа айтқандай. Бұл жерде кейбір жаңағы Wi-Fi жағынан, басқа құрылғы жағынан кейбір жағдайда шамалы артта қалып кетеді енді. Мысалы TP-Link немесе Unify Wi-Fi жағынан солардан қалып кетуі мүмкін, ал роутер маршрутизация жағынан мына құрылғылардан қалып кетеді. Бір батырмамен жұмыс істейтін қарапайым user интерфейс бұл жерде жоқ.
бір батырманы басып далее сияқты кнопканы басу кішкене ондай қиын настройка жасау. Енді QuickSet деп аталынатын жаңа функциясы шыққан. Бұл жерде настройка жасау міне оның өзі оңай емес сияқты болып көрінеді. Мына қараңыздар, бір нәрсе бассаң бір нәрсе шығады, одан кейін оның ішінде таңдаулар жасау керек сізге. Одан кейін мына жерге мысалы өзіңіз енгізуіңіз керек. Осындай кейбір настройкаларды қолмен жасауға тура келеді. Кейбіреулер Wi-Fi сапасын Unify мен OMAD-дан төмен деп санайды дейді. Жарайды. Енді бүгін осы микротикті кішкене терең талдадық. Кімге дұрыс, қандай кемшілік, артықшылығы бар екенін айтуға тырыстық. Олай болса практикалық сабақтарға көшейік. Келесі жолы жаңағы былай жасайық. Қараңыздар, құжаттар, техникалық құжаттар, микротик Wi-Fi, соның ішінде Access Point контроллері, Capsman технологиясымен танысуға тырысып көрейік.